Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар. Есімім Мәлке Айдынбек. Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайының қазақ күрес үйірмесінің бапкерімін. Бүгінгі елімізде болып жатқан жағдайға байланысты осы үйірме жұмысын, яғни жаттығуымызды онлайн түрде жалғастырамыз. Барлық балаларға белсенді қатысуға және де жаттығуды үзбей жалғастыруға шақырамын. Әр жаттығуды бастамас бұрын ең алдымен әр бала спорттық киімде болу керек, және де жаттығу жасаған кезде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырамын. Жаттығу бастамас бұрын жаттығу жасайтын бөлмемізді 5-10 минут бұрын желдетіп аламыз, және де әр жаттығудың басында дене қыздыру жаттығуларын жасаймыз. Дене қыздыру жаттығулары мысалға 6 жас пен 10 жас аралығындағы балаларға 7-10 минутқа созылуы мүмкін, және де одан үлкен балаларға 10-15 минутқа созылуы мүмкін. Әр дене қыздыру жаттығуларын әр бала өзінің мүмкіндігіне және қызығушылығына, және де өзінің жақсы көретін жаттығуларын жасауға болады, яғни өз еріктерімен жасайды. Мысалға ретінде мен қазір сіздерге бір дене қыздыру жаттығуларын жасап комбинация барлығын көрсетемін, және де содан өздеріңізге керектісін алуға болады.